Шапалақ соқпайықшы сразуға. Біз енді Мақсет ағамызға күнде құрмет көрсетіп жүрміз. Бүгін сіз осы тойға келгеніңізге көп рахмет. Нұрлан аға, сіздің берген шапаныңызды Қарақалпақстаннан келген Шыразға жапсақ па деп жатырмыз. Рұқсат қой, а? Өзі біледі ғой кімге жапса да. Қазақтың көк туын иығыңызға арқалап жүріңіз аға. Мынау сізге Сұлтан бауырыңыздың атынан бір шапалақ соқпайық. Өзі жаңа Нұрекең айтып жатқан Қоңырат деген әннің авторы негізі осы кісі, менің білуімше. Енді қай Қоңырат туралы айтып жүрген білмейміз Нұрекең, бірақ 1-2 жылдай болды Қоңырат деген әнде, сол бір әдемі. Негізі Сабырға рахмет, Сабыр тауып беріп жатыр ғой, қошамет көрсетіп қойыңыздаршы Қоңырат деген әннің авторын. Негізі ойбай-ау, Сабыр бүйтетін болғанда 2 шапана келетін ем ғой, бірақ біреу қапты да ана жақта. Ештеңе етпейді, қазір алып қаламыз ғой шыққасын. Әшін халықтың көзінше ғой. Сразу не қылады Қарақалпақстан мынандай немен жүрсе соттай жүреді оны. Мынау шапан. Мынаның материалы бар ғой, ешкімге бермеңіз. Бұл оригинал. Лайықты ма? Рахмет. Сосын кеш братта тоқташ. Ла екеуміз бір әнге таласып жүрміз десең. Абай ағадан рұқсат сұрағам негізі, аға. Ана бар ғой, шашылсын жылуың деген ән бар ғой. Жүректер. Соны Абай ағам айтып шығған екен ғой. Сөйт мен сізден сұрап алып, мен айтып шығам, сіз айтасыз, Абай орындаған оны. Жоқ, маған оны айтпайсаң деді ол. Айтпайсың деді ма? Бірақ айтты. Рахмет. Шын айтайын. Сол ән, рахмет. Шын айтайын, көпшіліктің көзі сол әнді Абай аға сізге бердім. Рахмет. Өткен ұнамады маған. Ау. Ең алғаш менің туған күніме келіп Алматыдан маған батыр етіп кеткен. Бұл кісі ақ көңіл өзі бір ән 8 адамға береді деп естігем негізі. Сыразға барға қолды көтеріп бір шапалақ соқпайық құрметті ағайындар. Алла разы болсын аға. Біздікі қалжың ғой. Көп рахмет аға. Рахмет. Абай аға. Рахмет. Мен әнші емеспін ғой. Мен тамадам. Мен жай просто для кайф айтам кейде. Өте керемет. Негізі сіздің орындауыңызда күшті шыққан. Бетін айтып жатсың. Шапаныңыз құтты болсын. Аға, мынау мен елге бармаңыз. Шекарада шешіп тастайсыз ғой. Аман болыңыз, Алла разы болсын. Қалғамыз қосыламыз ғой да. Көп рахмет, тілек дұғаға. Ешкім қалып қойған жоқ па? Бітті, осыдан кейін тос болмайды қазір. Ана, мынау реніш, өкпе наз болмасын.